қорыққанда айтылатын дұға. Алладан өзге тәңір жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан: кешқұрым немесе қараңғы түскенде балаларыңды тысқа жібермеңдер, өйткені мұндай уақытта жер бетіне шайтандар таралатыны хақ. Ал бұл мезгіл өткенде балалардың далаға шығуына рұқсат етіңдер. Есікті Алланың атымен жабыңдар. Солай жабылған есіктен шайтан кіре алмайтыны хақ. Алланың атын айтып, ыдыс аяқтарының, тағамдардың бетін жабыңдар. Олардың үстінде бірдеме тұрса да, Алланың атымен жауып қойыңдар, әрі шамдарыңды сөндіріңдер деген.